Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дей отырып, тікелей эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Таңғы хабардың бейсенбілік шығарылымындағы алғашқы қонақпен таныс болыңыздар. Танымал кәсіпқой боксшы, Азия чемпионы Айдос Ербосынұлы. Айдосымызға қайырлы таң. Алдымен сізбен сұхбаттасып мінекей көріп отырсыздар ғой. Жүріп тұрып осындай. Цезарь емеспіз, бірнеше дүние жасайды. Студиямызға хабарласқан көрермен бар екен. Мінекей бізде ойда жоқ болса көрермендер хабарласып қалады, сұхбаттасар алдында десем. Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Алматы облысы Алакөл ауданы Жыланды ауылынан Ғалиесімін. Жақсы ғанақам. Қонаққа сәттілік тілеймін. Рахмет. Сонымен күн сауалына жауап бересіз бе? Жауап беремін. Бұл ананың ақ сүті ма деп ойлаймын. Ананың ақ сүті. Жақсы, не деген ерекше фәлсафалық жауап десек те болады. Рахмет, жауабыңызды қабыл алдық, соңына дейін тамашалаңыз. Біздің алғашқы көрерменіміз осындай ерекше жауап берді. Енді сұхбатымызға өтсек, Айдос, қайырлы таң. Спортшылар енді ерте тұратын халық қой, ә? Таңғы жаттығудан бастайсыз ба? Неден бастайсыз таңыңызды? Ассалаумағалейкум. Енді жекпе-жекке дайындалу барысында біз таңертеңгісін таңғы жаттығудан бастаймыз. Ал жалпы енді жекпе-жекке дайындалмаған кезде қарапайым халық сияқты ұйқымызды қандырып тұрамыз. Жақсы. Енді біз деректерге сүйенетін болсақ, еліміздегі тамаша ондық бар екен осы спортшылардың, яғни жеңілістің ащы дәмін татпаған. Дәл осы көрсеткішке қанағаттанасыз ба, әлде тағы да одан да үлкен биік белестерді бағындыруды межелеп отырсыз ба? Қанағаттанамын, әрине, бірақ осымен тоқтап қалмаймыз. Алға қойған мақсатымыз бар. Алға қойған биік белестерді бағындыру біздің мақсатымыз. Әлем чемпионы болу, қазақтың көк туын желбіретіп, мынау қазіргі қазақ елін танытып жүрген Геннадий ағамыз сияқты, Бейбіт Шүменов, Қанат Ислам ағаларымыз, Жанат Жақиянов сияқты ағаларымыз сияқты әлем чемпионы болып, қазақтың көк туын әлемге таныту біздің мақсатымыз. Енді Айдос, біздің тамаша үстелдің үстінде қос бірдей белдік тұр, белбеу. Таныстырып өтсең, қандай жетістіктер үшін WBA Asia деп тұр, екіншісі WBC деп тұр, Asia деп. Бұл яғни Азиядағы спортшылар арасындағы үздіктерге берілетін белдік па? Бұл негізінде бұл әлемдік белдік. Әлемде ең белгілі 4 белдік бар. Ол осымен WBA, WBC, сосын WBO деген бар, және IBF деген. Осы 4 белдік. Головкин, мысалы, Геннадий ағамыз бірінші осы белбеу бойынша, WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы болды. Мен енді сол тұжырым бойынша, WBA бойынша бірінші поясым, осы WBA Азия чемпионы болдым. Осы белдіктің жаңағы азиялық версиясы деп айтсам да болады. Жалпы континент аралық бөлінеді, мысалы WBA американдық бар, WBA мысалы европалық бар, азиялық бар, сосын әлемдік бар. Енді мысалы мен Азияны жеңдім, мен Алла қаласа мүмкіндік аласыз. Рейтингім жоғарылады да, енді мен Алла қаласа жаңағы осы версия бойынша мен әлем чемпионы болуға бір табан жақындадым деген сөз ғой. Соған бізге мүмкіндік береді деген сияқты ғой. Демек, әрбір осындай бағытта, яғни әрбір WBA болсын, WBC рейтингтар бар, әрқайсында әртүрлі орында шығарсыз. Иә, рейтингтар бар әрқайсында. WBC деген пояс ол тіпті мықты пояс. Ең мықтысы, жасты көзге үйреншікті таныс біздің қазақтар үшін. Бұл жаңағы ең алғашқы поястардың бірі деп айтсам да болады. Кезінде жаңағы әйгілі Мұхаммед Али, солардың өздері алғашқы алған поястар. Сондықтан екеуі де өте жаңағыдай мықты пояс деп айтсам болады. Ал енді келесі тағыдай өзіңіз айтып кеткен өзге белдіктерге қадам бағыт жорық қашан басталады? Алла қаласа жорық уже басталып кетті. Осы күнге дейін неше жекпе-жек өткіздіңіз? Осы күнге дейін 9 жекпе-жек өткіздім кәсіпқой бокстан. 9-да жеңіс. 9-да жеңіс. Барлығы нокаутқа неше? 7 нокаут. Мәссаған, тамаша жетістік десек те болады. Енді алда үлкен жоспарлар тұр екен, Ресейге барып бокс жасады екенсіз. Сол жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз, ол қандай жекпе-жектер? Алда енді Алла қаласа қазір осы жақын күндері ақш-қа аттануым керек, дайындыққа. Оқу жаттығу жиындары ақшта өтеді ғой? Оқу жаттығу жиыны ақшта өтеді, соны күтіп жатырмын қазір хабарда. Сол хабар дайындалып, содан кейін жаңағы декабрь айында
Москвада жаңағы жекпе-жек өту керек, сол мүмкіндігінше енді қазір сөйлесіп жатыр. Тағы бір жақсы белдік шығып тұр. Сол жақсы белдікке мені ұсынып жатыр. Если жаңағыдай келісімдерін беріп жатса, сол белдікке жұдырықтасып қалуымыз мүмкін. Бұл жаңа жылға дейінгі. Жаңа жылдан кейін қандай? Жаңа жылға дейінгі. Жаңа жылдан кейін енді біздің мақсат мына жақында өзім Сүлеймен боксинг промоушн деген біздің Қазақстанда көріп отырмыз, тамаша. Осындай бір атыраулық керемет ағаларымыз осындай оюларын әдемілеп жасаған екен. Қазақи үлгіде осындай спорт клубы, промоутерлік клуб жаңағыдай ашқан еді. Біздің жаңағы қазақтың батырларын қолдаймыз, осындай тек бокс қой ғой. Америкада танытамыз деген мақсатпен осындай ашқан еді да. Сонымен енді біздің мақсат сол қазақтың көк туын ақш-та таныту. ақш кәсіпқой бокстың отаны болып саналады да. Ол ақш мойындаса, бүкіл әлем мойындаған болады. Сондықтан біздің мақсат сол. Ал осы промоутерлік орталықта қанша спортшы бар? Қазірге екі боксшымыз. Осы тұңғыш, енді біз тұңғыш боксшыларымыз ғой, былайша айтқанда. Нұрсұлтан Жаңабаев деген бауырым бар, Жамбыл облысынікі. Ол тоже осы жақында жекпе-жек өткізді. Қазір осы аптаның аяғында ода да жекпе-жек болу керек. Алла қаласа сәттілік тілеп қойыңыздар. Содан кейін жақында Санкт-Петербургте өтетін жекпе-жегіңіз бар екен, иә? Өзбекстандық боксшымен қателеспесем. Жоқ, ол мен Москвада болады шығар, менікі, Алла бұйырса. Сіздікі Москвада. Жақында Сүлеймен деген біздің елімізде осындай қаншама спорт орталықтары бар? Қателеспесек, біразы бар, иә? Біраз бар, аха. Біразы бар. Diamond Ring деген бар, мысалы Албан боксинг промоушн, жақында ашылған өзім бауырым Жалғас деген Төкеш боксинг промоушн. Сондай біраз бар негізінде. Негізі қазіргі таңда кәсіпқой боксшы өзін Қазақстанда дәлелдеу үшін шын мәнінде шетелге барып, шетелдегі рингтерде белестерді бағындыру керек екені сөзсіз. Бұл қазіргі таңда сіз үшін бір кез келген бизнес түрі десек те болады ғой, енді бокс үлкен. Қазір инвестиция салып жатсыздар, керісінше ол жерде пайда көріп жатқан жоқсыздар ғой, мысалы? Жоқ, бизнесте біреулер бизнес деп қарайды, мен өз басым мен спорт деп қараймын, және мен өзімді спортшымын деп есептеймін. Бірақ әрине енді қаражат ол өмірдің қалай тіршіліктің көзі ғой, енді былайша айтқанда. Енді еңбегімізге қарай Аллах тағала береді ғой. Ал спорттан бөлек немен айналысасыз жалпы? Спорттан бөлек қыздардың сұрақтары. Қандай қызығушылықтарыңыз бар? Спорттан бөлек енді біздің кәсібіміз осы ғой, біздің жұмысымыз осы. Біз осымен былайша айтқанда 15 жылдан артық жұмыс істеп келе жатырмыз ғой, осы кәсіп, жалпы бокспен. Жұдырығымызбен 15 жыл болды. Жұдырығымызбен ақша тауып жүріп қой, енді соның қазір жемісін жеп. Ал жалпы былай енді қызығушылықтар көп қой, хоббиіміз. Айдос, енді мысалы қарап отырсақ, қазір қай салмақта өнер көрсетесіз? Қазір 76. 76, мысалы 76-ның ең қазіргі таңда осы бүкіл белдіктердің иесі әлемдік деңгейде кім? 76-та әлемдік деңгейдегі Рамирес деген Мексикалық. Демек, сол Рамиреске дейін жету үшін неше жекпе-жек өткізу керек, Айдос? Біз қашан көре аламыз? Енді ол әрқалай. Енді бұл жерде жаңағы сәл рейтинг жоғарылаған сайын, ол жаңағы ол боксшылар андай көбінесе ақшаға не істеп кетеді да. Боксшылардың өзі емес, промоутерлары да. Мысалы, олар промоутерлары жаңағыдай қаражат кіммен істеген халыққа қызығырақ соған қарайды да олар. Қаражатты көп әкеледі. Тіпті мысалы мен қазір дайындаса, мен 1-2 бойдан кейін де мысалы шығып қалуым мүмкін да. Былай қарасаң, осы жақында мысалы Ақтөбеде 10 раундтық жекпе-жек өткіздім. Бұрында мысалы біз әуесқой бокста жүрген, 3 раунд бокста жүргенде бізге қалай бұлар 10 раунд бокс жасады, не деген қиын деп ойлайтын едік та. А қазір қарасаң, мысалы 10 раунд бокстасып шықтық, бір темпте. Былай қарасаң нормально. Сондықтан дайынбыз ғой жалпы. Ең бастысы сол промоутерлік орталыққа сәттілік. Өйткені промоутерлік орталық мықты болған сайын боксшының да жол жеңілдей бастайды. Үлкен ақш-тағы HBO-ға дейін де жетуіміз мүмкін. Алла бұйырса. Және ең бастысы солар барынша спортшыны қолдап, демеп жарнамалайтын. Енді бір сұрақ бар, осындай бір ерекше сұрақ, кеше Головкиннің жекпе-жегінен кейін туындады көпшілігінде, оны маған қойшы деп жатқанда да бар шығар. Мысалы, кеше елбасыға Головкин өзінің жекпе-жектің алдында белдік
белдіктерін сыйға тартты да. Бірақ Сауль Альвареспен жекпе-жектен кейін енді Сауль Альвареске беріліп жатыр. Демек, дәл осындай поястарды мысалы сіз иеленгеннен кейін өзіңізге қосымша нұсқасын жасап алуыңызға мүмкіндігіңіз бар ма? Әлде өткізуге қалай? Жоқ, бұл мысалы үшін мына пояс бұл менде қалады. Бұл маған берілді, менде қалады. Ал мысалы келесі чемпионға келесісін өзіне жасап береді. Сондай. Жақсы. Енді көрермендері сұрақ болуы мүмкін, Айдос деген азамат өзі қай жақтың азаматы, қай жақтың тумасы деген сияқты. Айтып өтсеңіз? Мен негізі өзім туған жерім Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркенттің тумасымын. Сол жақта отбасылы отбасым бар. Жақсы, мінекей көріп отырсыздар, осындай біз ақпараттарды беріп отырмыз. Таңғы танымдық бағдарлама болғаннан кейін біз спорттың кәсіби түріне қатты сараптама жасамаймыз. Керісінше спортшының біз белгі жағындағы яғни ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сондықтан Айдос біздің студиямызға келіп ерекше жоспарларымен бөліскеніңе көп-көп рахмет айтамыз. Және белдіктердің, белбеулердің саны көбейе берсін, титулдарды қорғай бер. Өзің айтпақшы, Рамирес деп жатсың ғой. Енді келесі жол сұхбатта біз өзіңді сол әлемдік деңгейдегі World болсын эйжалардың барлығы, сол сәттілікке кенеле бер дегіміз келеді. Сүлеймен орталығына табыс тілейміз. Аумин, рахмет.